remember we met. I can tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Сіздер, құрметті қыздар, ханымдар, накидкамызды жалғастырамыз. Міне, өткен видеода біз осы жерге дейін тоқыдық. Міне, шлицейіміз басталды. Енді ары қарай тоқимыз. Дәл осы схемамен енді бірақ бір столбик қой мына жерде. Енді бұл жерге 2 столбиктан тоқимыз. Өтіп аламыз ортасына. Ортасына өтіп аламыз. И жоғары қарай 1, 2, 3 воздушная петля. 2 столбик, 1 воздушная петля. 3 столбик. 4 столбик. 1 воздушная петля, 2 столбик. Міне. Осы схемамен 2 қатар айналдыра тоқимыз. Қайттан 1 воздушная петля. 1, 2, 3. 2 столбик, 1 воздушная петля. 3 столбик және 4 столбик. Міне, осы схемамен 2 қатар айналдыра тоқимыз. Менің жібім басталған, бірінші жібім әлі біткен жоқ. Міне, мынау қалды. Накидкамыздың уже шлицейін бастадық. Метражы көп бұл жіптің. Қайттан 1 воздушный петля жасадым. 2 столбик тоқимыз. 1, 2 столбик. Міне. Осы схемамен көрініп тұр ғой, міне. Осы схемамен 2 қатар тоқимыз. Жайып қарап отырамыз. Міне. Қайттан 4 столбик. 2 столбик. 3 столбик және 4 столбик. Қайттан 2 столбик, 4 столбик. Осылай міне тоқимыз. 2 қатар тоқимыз. Міне тоқыдым. 2 емес, 3 қатар тоқыдым. Екінші жібімді бастадым. Міне. Осындай болып шығып жатыр. Озормын көріңіздер ма? Мына жерде қосылып үлкейіп жатыр. Міне 1, 2 қатар 1 столбиктан, ал 3 қатар 2 столбиктан. Осылай накидканың соңына дейін осылай көбейтіп отырамыз. Ұзын керек болса, осылай көбейте бересіздер. Енді келесі қатарымызды 2 немесе 3 қатар. Енді мынау 2 столбигімізді 3 столбик етіп көбейтеміз. Қайтадан 4 столбик тоқимыз. 1, 2, 3. Екінші столбик, воздушная петля. 3 столбик. 4 столбик. 1 воздушная петля. Енді мынау 2 столбиктің үстінен 3 столбик тоқимыз. Міне. Қайттан воздушная петля, қайттан 4 столбик. 4 столбик, 3 столбик, 4 столбик, 3 столбик. Солай тоқимыз. 2 немесе 3 қатар тоқимыз. Столдың бетіне жайып осылай қарап отырам. Мынандай волнистый болмау керек. Волнистый болса, онда волна болып қалады. Сол үшін ондай болмас үшін қарап отырамыз. Міне осылай 2-3 қатар айналдыра тоқып шығамыз. Міне мынау
шлицейіміз, жең қол кіргізетін жеріміз осындай болып жатыр міне. Осылай айналдыра мынау схемамен тоқып шығамыз міне. 4 столбик, 3 столбик, 4 столбик, азына жерге 3 столбик тоқимын. Осы схемамен 2-3 қатар тоқып шығамын да қараймын. Ал ары қарай тоқиық. Міне 3 қатар тоқыдым. Жайып көрдім міне. 3, 4, 3, 4, 3, 4, осылай 3 қатар тоқыдым. Жайып көрдім, менде мынандай волна шығып жатыр, көрдіңіздер ме? Міне волналар. Сол үшін тағы да 2 қатар дәл осылай айналдыра тоқып шығамыз. Сол кезде волнасы кету керек. Ары қарай тоқимыз 2 қатар. 2 немесе 3 қатар қойып, дәл осылай мені жайып көреміз столға. Мынандай волна болмау керек. Түзу болған кезде тағы ары қарай қосамыз. Міне қараңыздар, осылай тоқыдық, міне. Үшеуден, міне, 3 столбик, 3 столбик, 4 столбик, 3 столбик, 4 столбик етіп, қазір 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 қатар тоқыппын. Енді бұлай жайып қарап отырасыздар, міне, енді бұған қосамыз. 4 столбиктан болады. Міне. Дәл осылай жоғары көтереміз. 1, 2, 3 петля. 2 столбик, воздушный петля. 3-ші, 4-ші столбик. 1 воздушный петля. И мынау 3 столбиктің орнына 4 столбик тоқимыз. 1, 2, 1 воздушный петля, 3, 3 и 4-ші столбик. Міне осылай тағы да 3 қатар тоқып көреміз. Барлығы енді осындай 4 столбиктан 2 немесе 3 қатар тоқып, осылай жайып отырамыз. Жайған кезде волна болмаса, значит 3 немесе 5 қатар тоқимыз. А егер, то есть волна болып жатса, 3 немесе 5 қатар тоқимыз. А егер 3 қатардан кейін осылай әдемі жатса, онда қайттан мынау басында бастағандай, міне, осылай 1 столбиктан арасына қосамыз. Дәл осылай накидканың керекті ұзындығына шейін тоқимыз. Осылай қалдырсаңыздар болады. Ал егер схема бойынша тоқыларыңыз келсе, шетіне жаңа ажурный еп қалдырғыларыңыз келсе, олайды тоқуға болады. Негізгі міне осылай қосылып отырады. Міне, бұлай қосылып, осындай накидка шығып жатыр. Міне біздің жеңіміз, міне, и мынау 2 жең. Ал мынау жаңағы көбейіп қосылып жатыр. Дәл осылай тағы да 1 қатар тоқимыз ау. Мынаны 3 немесе 5 қатар 4 столбиктан тоқимыз. Волна болмаса 5 қатар тоқимыз. Волна болмай нормальный болса 3 қатардан кейін осылай қайттан 1 столбиктан қосып дальше тоқимыз. Керекті ұзындыққа шейін. Ең басты узорымыз осы міне. Осылай дальше тоқи береміз. Міне біз мынау қатарын қанша болды? 4 столбиктан 1, 2, 3, 4, 5 қатар тоқпын. Енді келесі қайттан қосамын. Келесі қатарын қоса бастаймын. Дәл осымен, міне, мынау
біреу қосқанмен бастап, екеу, үшеу, төртеу етіп осылай арғарай, дәл осы схемамен арғарай қосып тоқи береміз. Мына қайттан арғарай тоқимыз. Менде қазір мынау 49-шы қатар, 50-ші қатарды тоқиын деп жатырмын. Мына қайттан біреу қосамыз, 4 столбик тоқимыз. И 1 столбик қоса бастаймыз мына жеріне қайттан. Дәл алдында тоқыған схема бойынша тоқимыз. Міне 1 столбик қостым. Көрініп тұр ғой, иә? Міне 4 столбик тоқыдым, одан кейін 1 столбик, қайттан 4 столбик, одан кейін 1 столбик. Осылай қосып тоқи береміз 4 столбик болғанша, және өзіңізге керекті ұзындық болғанша дәл осы схемамен тоқимыз. Мен осы схемамен арғарай тоқимын, маған керекті ұзындық бойынша. Одан кейін соңғы жаңағы кружевалармен бұлай схемадағы, қағаздағы схема бойынша кружевалармен бітіреміз. Егер сіз өзіңіз білсеңіз басқа тоқудың схемаларын соны арғарай тоқысаңыз болады. Тек жаңағы волнистый болып кетпеу керек. Мұны мына жерге жайғандай әдемі болу керек. Мұны түзу болу керек. Сонымен осылай керекті ұзындыққа дейін тоқимыз. Керекті ұзындыққа дейін тоқим. Одан кейін соңғы бір 5 қатарын ба кружевной етіп тоқимыз. Арғарай осы схемамен тоқи береміз. Міне қыздар, ханымдар, көрдіңіздер ма, ортасынан көбейіп жатырмын. Мынау 1 столбик, міне 1 столбигінен 1, 2, 3, 4, 5, 6 қатар тоқыппын. Енді одан кейін 2 столбиктен 3 қатар тоқыппын. Қазір мен 3 столбик етіп тоқып жатырмын. 1 столбик дегеніміз жаңағы 1, 4, 1, 4 қайталанады. Міне осындай узор көрдіңіздер ма? Мына жерден бастап көбейіп жатыр. Сонда кругымыз үлкейіп жатыр, домалағымыз. Міне 1 болып келгенде жайып отырып қарап отырасыздар. Одан кейін 2-ден 3 қатар, енді мына 3-ші. 3, 4 столбиктан 3 қатар тоқим, одан кейін 4 столбиктан тоқим. Сонымен киіп көрем, өлшеп көрем. Егер ұзындығы ұнаса, онда соңғы жаңағы кружева сияқты етіп тоқимыз. Ал егер қысқа болып жатса, онда тағы қосуға тура келеді. Әзірше осыны тоқимын. Міне осындай узор. Жақыннан көрсетейін. Осылай тоқисыздар. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Арғарай тоқимыз. Міне осындай домалақ накидка болып жатыр.
мынау екі жеңі қол кіргізетін. Мына жерде серый болып көрініп жатыр, бірақ негізі түсі бирюзовый. Камераға серый болып көрініп жатыр. Светлый бирюзовый цвет қой, морской. Кішкене қалды бітіруге, Құдай қаласа. Осындай болады. Міне осы узорымыз осындай болып шықты. Көбейткеніміз міне. Бір столбик, 4 столбик, 2 столбик, 4 столбик, 3 столбик, 4 столбик, 4 столбик, 4 столбик. Мен бір столбиктан қанша тоқыдым? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 қатар бір столбик, 4 столбиктан тоқыппын. 1, 2, 3 столбик, 3 қатар 2 столбиктан тоқыдым. Және 3 столбик, 3 қатар тоқыдым. 4 столбик, 4 қатар тоқыдым. Енді соңғы 1-2 қатарын тоқимыз. Оны басқаша узормен аяқтаймыз. Міне мынау ортаға өтіп алдым. Санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 мына жерге дейін бізде 7 петля бар екен. Енді мен 8 петля тоқимын. Мынау біреусін тоқыдым. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 воздушный петля тоқимын да, столбик без накида тоқимын. Ілген жоқпын. Екеуінен шығарамыз. Столбик без накида тоқылды. Міне. Айналдыра осылай тоқып шығамыз. Қайттан. Енді 8 тоқимаймыз, 7 тоқимыз. Мынау 8 басында тоқығаным, ол бір столбик без накиданың орнына көтергеніміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 воздушный петля, қайттан столбик без накида тоқимыз. Міне, осындай ашық ажурный узор шығады. Одан кейін үстін бәрін столбик без накидамен толтырамыз. Сонда мынау сәл басқаша узор болып шығады бізде. Егер сіздер өздеріңіз басқа узор білсеңіздер, басқа узормен аяқтаймын десеңіздер, олай да жасасаңыздар болады, немесе дәл осы узормен аяқтасаңыздар да болады. Ары қарай айналдыра тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Міне. 7 воздушный петля, 1 столбик без накида. Міне. Осындай болып шығады. Осыны айналдыра бір қатар тоқып шығамыз. Түсінікті болды деп ойлаймын. Ары қарай тоқимыз, тағы бір рет көрсетейін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Столбик без накида. Дәл осылай айналдыра тоқып шығамыз бір қатар. Міне бір қатар тоқыдық. Енді соңғы тоқығанымызды міне бірінші петляға кіргізіп шығарып аламыз. Екеуінен сразу шығарып тастаймыз. Енді ары қарай столбик без накида тоқимыз әр петляға. Міне столбик без накида деген. Міне. Бір столбик без накида. 2,
3. Үшеуін тоқығаннан кейін 3 воздушный петля тоқимыз. 2, 3. И келесі воздушный петляға столбик без накида тоқимыз. Сонда бізде мынандай узор шығады. Міне. Осындай узор шықты. Осыны айналдыра бір қатар тоқимыз, сонымен біздің накидкамыз бітеді. Міне. Келесі мынау узордың ортасына келгенде 3 воздушный петля істейміз, сонда бізде мынандай капелька шығады. Біреу тоқыдық, екеу, үшеу, 1, 2, 3. Келесі петляға тоқимыз. Міне, бізде осындай узор шығып жатыр. Осылай айналдыра тоқимыз. Қайттан столбик без накида тоқимыз. Әр тоқыған воздушный петляға осындай столбик без накида. Үшеу тоқыдық. 1, 2, 3. Келесі петляға тоқимыз. 1, 2, 3. Міне. Осындай бізде узор шықты. Сонда мынау шеттері осылай аяқталады. Қайттан тағы біреуін көрсетейін. Міне. Әр петляға тоқимыз. 1, 2, 3. Міне ортасына келді. Енді 1, 2, 3. 3 петля, воздушный петля тоқыдық. Келесі столбиктар тоқимыз. 1, 2, 3. Міне, көрдіңіздер ме? Осындай узор шығады. Бұл біздің соңғы қатарымыз. Накидкамыздың аяқталуына бір қатар тоқысақ аяқталады. Міне. Айналдыра осылай тоқып шығамыз. Түсінікті ғой, ә? Міне, қараңыздар, айналдыра тоқып шықтым. Енді мұны бітірген кезде бастаған петлямызға тоқимыз, сонымен бітеді. Міне. Ең бірінші бастадық қой, соған кіргізіп, екеуінен шығарамыз и 2-3 рет осылай. Міне, 3 воздушный петля тоқыдым. Қырқып, қазір шығарып тастаймын, сонымен бітеді накидкамыз. Қырқып, осылай шығарсақ, осылай байланып қалады. Мынау жібін арасына бүйтіп кіргізіп жібереміз. Сонымен бөлінбей кетеді. Мына накидкамыз сонымен бітірдік. Алдына осындай брошка қадасаңыздар болады, немесе готовый брошка. Сонымен өте әдемі накидка шығады. Міне қыздар, осындай накидка бізде шықты. Брошка тағып қоясыздар алдына. Шалбармен де, көйлекпен де кие бересіздер. Әсіресе күзде, көктемде
Өте жақсы накидка болады. Өте әдемі, ерекше. Бастысы өз қолдарыңызбен тоқылған. Қолөнер сүйетін адамдарға, хобби іздеп жүрген адамдарға керемет видео. Видео ұнады деген үміттемін. Лайк басып, каналыма тіркеліңіздер. Баршаңызға сәттілік. Сіздер де осылай әдемі накидка тоқып алуларыңызға тілектеспін. Сау болыңыздар.